Ноғай халық ертеңгісі. Үш қардаш. Бір қарттың үш ұлы болған екен. Екеуі қыз алған, кішкейі алған жоқ. Бір күн қарт өліп кетеді. Кішкей ұлы ағаларымен яшайды. Ағалары бұға: «Сен бізбен құлық ет» дейділер. Яс ұнамайды. Ол заманда ағалары оға аталарынан қалған пайды береділер де, оны өзлерінен айырадылар. Яс ол малды да тәуседі. Атасы өлекте ұлларына айтқан еді: «Мен өлгенде ярлы болсаңыз, төбеде бір бөкше алтын бар, оны алып үлесерсіңіз. Егер малыңыз бар болса, алтынға тимеңіз» деп. Яс ойланып, ята алтын есіне түсті. Бір яс алып, сол төбеге кетеді. Күн туятқанда яс төбеде қазық алып тұрды. Оның күлеткесінен, шетінен қазы баслады. Қазғыр бөкшеге тигенде яс жолдасына: «Ай, бір мәнеде жоқ, қайтайық» деді. Кеші өзі келді, алтынды шығарып алды. Ертесі күн қардашларына келіп: «Сіз байсыңыз, мен ярлымын, атайдан қалған алтынды үлесейік» деп айтады. Қардашлары разы болдылар. Үшеулері алтынды қазбаға кеттілер. Қаздылар, ама таппадылар. Сонда кішкейлеріне: «Сен алғасың» дейділер. Кішкейлері: «Жоқ, сіз алғасыз» дейділер. Сол заманда бұлар қадыға бараяқ болдылар. Қадыға бара жатқанда үлкен жаңбыр жауды. Жолдың ізіне қарасалар, бір кесе қой озған екен. Үлкені: «Бұлардың ішінде қойдан есе ешкісі көп екен» деді. Ортаншысы: «Баққаны бір қарт екен» деді. Кішкейлері: «Иті бар, ала барақ екен» деді. Тағы да барадылар. Қарасалар, арбадың ізі кеткен. «Мұна арбадың бір піше юкре екен» деді үлкені. Ортаншысы: «Оң яғасындағы өгіздің оң көзі соқыр екен» деді. «Арбадың бір тегершігі яңы, ана бір тегершігі ескі екен» деді кішкейлері. Бұларға бір атлы жолықты. «Бір кесе қой көрдіңіз бе?» деп сұрайды сол атлы. «Көрмедік» деділер ағанылар. Атлы кетейекте үлкені оны тоқтатып: «Қойнан десе ешкісі көп еді ме?» деп сұрайды. «Әше» деді атлы. Ортаншысы: «Баққаны бір қарт еді ме?» деп сұрайды. «Әше» деді атлы. Кішкейлері: «Ит ала барақ еді ме?» деп сұрайды. «Әше» дейді атлы. «Көрмедік» деп неге айтасыз, көргесізді? «Жоқ, көрмегенміз» дейділер аналар. Атлы қойды тауып келе атқанда тағы да сол ясларға жолықты. Бұларға әжепсініп: «Сіз мұны көрмей қалай білдіңіз?» деп сұрайды. Ол заманда үлкені: «Көшлі жаңбыр жауса, қой ыққа тартар, ешкі елге тартар, сонадан себеп білдім» дейді. Ортаншысы: «Баққаны қарт екен, қайдан білейім? Аяғына киген шарықтың бауы шешілген, соны жиып байлаған жоқ екен, сонадан білдім» дейді. Кішкейлері: «Ала бара қасынған заманда ерге бір ақ үйін, бір қара үйін түскен, сол себептен білдім» дейді. Бұларға тағы да бір атлы жолықты да. «Бір арба озған көрмедіңіз бе?» деп сұрайды. «Көрмедік» деді бұлар. Атлы кетейекте үлкенлер оға: «Сабыр ет, арбадағы піше жүкледі ме?» дейді. «Оң яғындағы өгіздің оң көзі соқыр еді ме?» дейді ортаншысы. «Арбадың бір тегершігі яңы, ана біреуі ескеді ме?» дейді кішкейлері. «Әше» дейді атлы. «Олай болса көрген екенсіңіз». «Жоқ, көрген жоқпыз» деділер аналар. Сол атлы арбадан алынып кете атқанда бұларға жолығып: «Мұның бәрінде қалай білдіңіз?» деп сұрайды. Ол заманда үлкені: «Арбадағы піше толғатқан заманда бұлай екі тегершікті ыслап тартқанда, тегершіктілер шаналаған, сонадан білдім» дейді. Ортаншысы: «Оң яғындағы өгіздің көзі соқыр екен, оң яғында көгеленді отламай барғаннан білдім» дейді.
кішкейлері тегершіктің бір яғы тура ярып барған, ана бір яғы есірген әдемне ана яқа мына яқа да қишайып барғаннан білдім дейді. Соң бұлар қадыға еттілер, саламларын беріп, қадыдың үйіне кірділер. Қады сорайды: не етіп жүрерсіз, яслар? Bizim davamız бар, соны саға шештірмеге келдік, дейділер бұлар. Бұларға бауырсақ пен шай әкелділер, ішпеге деп отырғанда иконлері: бұл бауырсақты біз ектуміз дейді. Бұл бауырсақ мезардың үстінде біткен бидайдан етілген, сонымен шай ішпеділер. Қады бұларға тез болып қозы сойдырып, етін пісіріп әкелді. Сонда ортаншысы: бұл етті біз ектуміз, бұл иттің сүтін ішкен қозының еті дедім. Сонымен етті емеділер. Кішкелері қадыға: сен өзіңде некесіз туған екесіз дедім. Сонда қады бұларға айтты: сіздің дауаңызды мен айыра алмаспан. Сіз өзіңіз қады екесіз. Менің бір қызым бар, ол басқа ауылда яшайды. Сіз соға барыңыз, ол сіздің сөзіңізді айырар деді. Яслар қадыдың қызын яшайтаған ауылға барып, оның үйін таптылар. Қыз яслардан не хабар деп сорайды. Қонақлар оға: хабарды сорағаннан сора деділер. Сол заманда қыз бұларға сөйлеп баслады: біздің қасымызда бір хан бар еді. Оның бір қызы бар еді. Ол қыз бір өксіз, ярлы ясқа ашық екен. Яс та қызға ашық болған. Ама ақасы қызын ярлы ясқа бермей, басқа бір бай ясқа береді. Той болып озған соң, яс қыздың янына кіргенде, қыз күрсінеді. Неге күрсінесің? Сен менен артықсыма деп сорайды яс. Сол заманда қыз: менің бір ашығым бар еді. Ол ашықлықтан яны шықпаға тұрған болар деді. Яс ол заманда қызға бір ат әкеліп, ер юен салып, ер киімін кигістіп: бар ясыңа, yolың болсын деді. Егер разы болып жіберсе, келерсің деді. Қыз кетті. Yolda bari atқанды, қызды қыр қарақ көрді. Ысладылар: не әрі таптық сені? Bizim 39'ымыздың пішесі бар, біреуіміздің пішесі жоқ. Оға әрі болды деді. Сол заманда қыз: мені бір байдың ұлы алған еді. Менің бір сүйген ашығым бар еді. Мен бай ұлына оны айтқан заманда, ол мені сүйген ясымай берді. Олай болса біз де еберек сені деділер қарақлар. Қыз өзінің ауылына сүйген ясына келді. Терезеді соқты, яс есікті ашты. Яс сорайды: сен қайдан келдің? Қыз: мені алған яс берді саға. Неге? Мен күрсінген заманда ол себебін сорады. Мен сенің ақыңда айттым. Ол сол заманда мені еберді. Сол заманда ярлы яс: ол малына сенсе, мен өз күшіме сенемен. Мен сау болдым. Енді бар байыңа 1000 берек ет берсін деп қызды қайтарып жібередім. Сөзін құтылып, қадыдың қызы бұлардың кімі? Егітті, өксіз яс па, яде байдың ұлы ма, яде болса 40 қарақ егіт пе деп сорайды. Үйкөнлері: байдың ұлы егіт дейді. Ортаншысы: өксіз яс егіт дейді. Кішкейі: 40 қарақ егіт дейді. Ол заманда қадыдың қызы: қырсыз қырсызды мақтар, егіт егітті мақтар, бай байды мақтар. Алтынды ұрлаған мынауы дейді. Кішкейлері: әше мен алғаман дейді ол.